Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары. Бүгін біз алгебралық бөлшектер бөлімі бойынша жиынтық бағалау есептерін талдаймыз. Бірінші есеп: келесі алгебралық бөлшек үшін айнымалының қандай мәнінде алгебралық бөлшектің мәні анықталмайды. Қандай жағдайда өрнектің мәні анықталмайды, яғни бөлшек берілген болса, бөлімі нөлге тең болатын жағдайда. Яғни нөлге теңестіріп аламыз. 3х тең 9, x тең болады 3-ке. Яғни x 3-ке тең болған кезде берілген өрнектің мәні анықталмайды. Себебі санды нөлге бөле алмаймыз мектеп бағдарламасында. Әзірге келесі b. Айнымалының қандай мәнінде алгебралық бөлшектің мәні нөлге тең болады. Ол үшін алымын нөлге теңестіресіздер. 5x тең -6, x тең болады -5-тен 6. X минус 5-тен 6-ға тең болған кезде өрнектің мәні нөлге тең болады. Екінші есеп: амалдарды орындаңыз. Қысқаша көбейту формуласын қолданасыздар, ортақ бөлімге келтіресіздер. Енді қазір қараңыздар, мына жерде b минус a деп тұр, біз соны өзгертіп алайық. Бірінші a квадрат қосу b квадрат, екі жақшаға жіктеймін, a минус b, a плюс b. Мына жерде барлығы бірдей болу үшін мен a мен b-ның орнына ауыстырам, және мына жердегі таңбаны өзгертемін. Себебі a мен b-ның орнына ауыстырып тұрғандықтан. a азайту b. Азайту үшінші бөлшегімді өзгеріссіз жазамын. Енді ортақ бөлімі көрініп тұр. Ортақ бөлімі a минус b, a плюс b. Мұнда толықтауыш көбейткіш 1, мұнда a қосу b, мұнда a минус b. a квадрат қосу b квадрат, қосу b-ны a-ға көбейтем ab, қосу b-ны b-ға көбейтем b квадрат, минус ab, минус пен минус плюс болып кетеді, плюс b квадрат тең болады. Бізде қысқарып кетті. a квадрат мына жерде b квадрат, b квадрат, b квадрат, қосу 3b квадрат. Так, a минус b, a плюс b. Қазір есепте қате жоқ па? Қайтадан бір қарап шығайын. Так, есеп осылай берілген екен, сондықтан a квадрат қосу 3b квадратпен қалдырамыз. Келесі осы екінші есептің b-сы тең болады 2xy квадрат, 3x минус y. Бөлуді көбейтуге алмастырамын, бөлшектің алымы мен бөлімін орындарына ауыстырамын. 9x квадрат, мына жерге сыймағандықтан осылай жазбайын әзірге. xy куб көбейту 2y, 3x қосу y тең болады. Қайтадан бірінші бөлшекті жазып қоямын, қазір бәрін бірге қысқарту үшін. Көбейту, екі жақшаға жіктеймін, 3x азайту y, 3x қосу y, бөлімі xy куб, көбейту 2y, 3x қосу y. 3x қосу y, 3x қосу y қысқартамын, 3x минус y, 3x минус y қысқартамын. y квадрат, y куб қысқарады, x пен x қысқарады, сонда тек қана қалады 4 саны. Үшінші есеп: өрнекті ықшамдаңыз. Бірінші өрнекті ортақ бөлімге келтіреміз, a қосу b, екінші өрнекті ортақ бөлімге келтірем, a минус b, мұнда b-дан беремін. Ортақ бөлімі a қосу b, a-ны a-ға көбейтем a квадрат, қосу a-ны b-ға көбейтем ab, азайту a квадрат, азайту b квадрат. Көбейтемін, b көбейту ab, a азайту b. a азайту b қосу 2b. Тең болады. Мына жерде a квадрат пен a квадрат қысқарып кетеді. ab азайту b квадрат, ортақ көбейткіш b-ны шығарып жіберемін, жақшаның ішінде a минус b қалады. Бөлімінде a қосу b. Көбейту a қосу b. Мына жерде 2b-дан b аламыз. b a азайту b. Түгелімен қысқарып кетеді, тағы да қысқарып кетеді. Демек тең болады 1-ге.